2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап компания қызметкерлерінің тарифтері мен жалақысы 8-10% артады. Бұған қоса, ұжымдық шартқа сәйкес компания қызметкерлерінің жалақысы 2018 жылдың инфляция деңгейінің 50%-на индекстелетін болады. As you know that honorable Вы все знаете, что наш уважаемый президент Нурсултан Назарбаев, он был металлургом, и происхождение его было с этого предприятия, поэтому именно это предприятие принимает на себя инициативу первыми внедрить инициативу по увеличению зарплаты. And we feel proud that President is one of us. И мы гордимся тем, что он один из нас, и поэтому таким образом хотим почтить его и коллективно принять это решение. Бұл өсім ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының барлық құрылымдық бөлімшелеріне, сондай-ақ оның еншілес компанияларына әсер етеді. Сондай-ақ 2019 жылдың 1 тоқсанында компания өндіріс нәтижелеріне байланысты 13-ші жалақыны төлеуге уәде етті. And Я хотел бы в частности упомянуть всех. Это сталеплавильный департамент, угольный департамент, Аркен, Курлысмет, Актау, TAA и все остальные дочерние компании, которые имеют отношение к ArcelorMittal Темиртау. and Oxitpets also. И Oxitpets. Парамжиткалон 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамында салалық коэффициентті есепке ала отырып, ең төменгі жалақыны зиянды жағдайларға жұмыс істейтіндер үшін 77 мың теңгеден жоғары етуге уәде етті.